Ағылшын және америкалық зерттеушілердің бірігіп жүргізген зерттеулеріне сәйкес, ет тағамдары қоршаған ортаға теріс әсер етіп, онымен қоса ерте қайтыс болуға әкеп соғады екен деп хабарлайды Стан KZ ақпарат агенттігі. Ұлыбританияның Оксфорд және ақш-тың Миннесота университеттерінің ғалымдары бірігіп зерттеу жүргізіп, 15 түрлі тағам өнімдерінің қоршаған орта мен адамға деген әсерін сарапқа салды. Тәжірибенің негізгі мақсаты адам ағзасына оң әсер етіп, оның үстіне табиғатқа зиянын тигізбейтін тағам өнімдерін анықтау болды. Дәнді дақылдар, жеміс-жидектер мен көкөністер, жаңғақтың түрлері мен зәйтүн майы денсаулыққа пайдалы және қоршаған ортада тез ыдырайды. Одан кейінгі орында балық орналасты. Оның табиғатқа және адамға деген пайдасы орташа, ал соңғы орында ет өнімдері иеленген. Сонымен қатар зерттеуге құрамында қанты бар сусындар да қосылды, делінген ғалымдар жариялаған материалда. Айта кетерлік жайт, құс еті, сүт өнімдері және жұмыртқа адам ағзасына әсері ет өнімдерімен бірдей, алайда табиғатқа келетін зияны әлде қайда аз көрінеді. Ғалымдардың айтуынша, қазіргі таңда әлемде ағзаға зиянды өнімдерді тұтыну кең етек жайған. Олар табиғатқа да теріс ықпал ететін көрінеді. Сол себепті де зерттеушілер ет өнімдерін рационнан азайтып, оның орнына пайдасы мол көкөністер, жеміс-жидектер мен жаңғақтар, бұршақ тұқымдастары мен балықты тұтынуды арттыру қажет деп кеңес береді. Қуырылған ет адам ағзасына зиян. Бұл туралы Nutrients журналында жарияланған Австралия мен Оңтүстік Корея ғалымдарының зерттеуінде айтылған. Қуырылған еттің дәмі ерекше әрі аспаздардың көбі ет тағамдарын қуырып дайындағанды ұнатады. Бірақ ғалымдар мұндай еттің адам ағзасына келтірер зияны көп дейді. Оңтүстік Австралия және Кенсен ұлттық университеттерінің ғалымдары бірігіп зерттеу жасап, қуырылған еттің инсульт пен жүрек-қан ауруларына, диабеттің асқынуына себеп болады деген тұжырым жасады. Етті қуырған кезде құрамындағы пайдалы заттар карамельденіп, зиянды қоспаға айналып кетеді. Мұндай етті көп жеген адамның ағзасында қақ заттар жиналып, жасушаның қызметіне кедергі келтіреді. Содан қан тамырлары бітеліп, миокард жұмысы да қиындайды. Еттен гриль жасауға, оны тұнша пешпен пісіруге де болмайды, дейді Оңтүстік Австралия университетінің ғалымы доктор Пермал Дево. Сондықтан етті қуырып жеуді азайтқан жөн екен. Оның орнына етті суға пісіріп, қайнатып жеген дұрыс, ал қуырылған етті жеміс-жидекпен жеген жөн, дейді зерттеу авторларының бірі Питер Клифтон.